Сәлем канал көрермендері, бүгін кредит алмай қалай бизнесімізді бастаймыз. Бұл негізі CCB KZ сайты арқылы кіріледі. Coca-Cola компаниясының әйелдерге арналған әлеуметтік гранты. Ағалар, жоқ, сіздер видеоны тоқтатпаңыздар. Бұл сіздің анаңызға да, қарындасыңызға да, әпкеңізге де өте үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Себебі бұған 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматшалары қатыса алады. Көріп тұрғандарыңыздай, бизнес для женщин дейді, яғни әйелдерге арналған. Ең басында бірінші сіз 3 апталық оқудан өтесіздер. Екіншісінде сол оқудан өткеннен кейін сіздерге сертификат береді. Сол сертификатпен планыңызбен, бизнес планыңызбен конкурсқа заявка бересіздер. Одан өткеннен кейін сіздер уже грантты ұтып аласыздар деген ойдамын. 2021 жылы 50 мың адам оқуды өткен және 1000 заявка берілген, конкурсқа қатысуға 1000 арыз берілген, соның 100 арызы қабылданған, яғни 100 әйелге өзінің бизнесін ашуға үлкен мүмкіндік алған. Разница жоқ, сіз қандай план, қандай өнімді шығарғыңыз келеді, сиыр, тауық, картоп, огурцы, помидор, бастысы өзіңіздің көңіліңіз қалаған бизнес ашқыңыз келеді, соған қаражат алғыңыз келеді. Міне сізге үлкен мүмкіндік. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл қайтарымсыз грант, яғни сіз ешкімге де қайтармайсыз, мемлекеттен сізге грант беріп отыр. Қайтарымсыз әлеуметтік грант. Сіз кредит алып бизнеске 10%-мен ай сайын қайтарып қиналмайсыз. Осы конкурсқа қатысып 100 әйелдің ішінде болуға тілектеспін. Осы поток 2 мамырдан бастап 20 мамырға дейін болады, яғни заявка арызын қабылдайды. Одан соң тест болады, кішігірім тесттен кейін сертификат беріп конкурсқа қатыссаңыз болады. Сондықтан осы CCB KZ порталына тіркеліп қойыңыз. Ол почтаңыз арқылы жүзеге асырылады. Содан соң 2 мамыр күні сіз арызыңызды тастайтын боласыз. Одан соң мына жерде условиясы барлығы жазылған, жақсылап оқып танысып аласыздар, кімге қатысуға болады және қандай плюстары бар, барлығын үйренетін боласыздар. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да қандай сұрақтар бойынша видео түсіргенімді қалайсыздар, жаза кетіңіздер.